Тема мынандай болып тұр. Приорамның наружный гранатасын пыльныйға жыртылып кеткен ғой. Былтыр салғам, бір жарым жыл жыртылып жарамай қалды. Соны пыльныйын ауыстырдым. Наружный гранатаны шешпей. Тиктоктан көрдік мынаны. Онда бакалашканың воронка сияқты 2 литрлік бакалашканың воронка сияқты кесіп. Бұлай гранатаға кигізіп, пыльникті теріс қаратып өткізіп жүрдім да. Майлап. Салатын кезде майлап. Үшінші сыртына қаратып, өткізіп жүрдім. Оны ауыстырдым. Дұрыс болды. Гранатаны шешпей. Одан кейін салим блоктарды ауыстырдым. Өзінікі кеуіп кеткен ба уже. Қотыр жолдарда жүрген кезде уже неприятно дауыстар шығады. Тағыр деп. Мыналардың салим блоктарын ауыстырдым. Одан кейін амортизатор. Амортизаторы жақсы істемейді екен. Бұны Audi 80-нің амортизаторын алдым 5000 теңгеге. Өзінікі 13 мың мен 15 мың арасында тұрады ау деймін. Сондай тұрады екен приоранка. 2013 жылы приора. Соны бұлай сыртын кесіп Audi 80-нің амортизаторын салдым. Мына жерден сыртынан шамал труба жалғап варт етіп жіберу керек. Енді Audi-дің амортизаторы қанша дегенмен көпке шыдайды ғой. Мен өзім 2 жылдай болды айдап жүрген. Уж ходовойлар шаршаңқыраған болғасын алып тастадым. Одан кейін рулевой наконечник. Рулевой наконечникте жарамай қапты. Оны шешіп алдым. 5000 теңге тұрады екен. Тапашка дегісі. 5000 теңге. Пар 5000 теңге тұрады екен. Соны салам. Бұны айтайын деген, мына приорада жүрген жігіттер жаңа қалтасы, шама қалта ұрады енді. Амортизаторда қымбат екен шама. Соларға лайфхак қой. Аудитке түседі екен. Бұны да қазақтың жігіттері тиктоктан істеп жатыр екен, соны көріп. Audi 80-нің амортизаторын салдық ішіне. Өзінікін алып тастадым. Тема осы. Мынанда гранатасын шешпей бакалашка арқылы салып жүрдім. Енді осының бәрін жинаймын.